Қазақстанда не болмақ? Ассалаумағалейкум арма қазақ. Егерде ең үздік жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса салыңыз. Ал ендеше бастадым. Туралы бас прокуратура ақпарат таратты. Бас көлік прокуратурасы жоспарлы таңдау шеңберінде көлік саласындағы уәкілетті органның әлеуметтік маңызы бар қатыстар бойынша жолаушыларды тасымалдау жөніндегі қызметтерге бағалардың, тарифтердің шекті деңгейлерін анықтау әдістемесін бекіту туралы бұйрығын зерделеген. Әдістемеге динамикалық баға белгілеу принципі бойынша жол жүру құнын анықтау формуласыз заңсыз енгізілгені анықталды. Бұл іс жүзінде жол жүру құжат бағасының қымбаттауына мүмкіндік берген. Осы нормативті актіге 21 ақпанында Бас көлік прокуратурасы мен индустрия және де инфрақұрылымдық даму министрлігіне наразылық келтірілді. Ол толық көлемде қанағаттандырылды. Бүгінгі таңда теміржол билеттерін сату кезінде динамикалық баға белгілеуде қолдану тоқтатылды. Осы норманы алып тастау туралы бұйрықтың жобасы уәкілетті органдармен келісілу сатылсын. Прокуратура бастамашылығымен енгізілген түзетулер жолаушыларға пойыздарда жүру құнының едәуір төмендетуге және де билеттердің шекті бағасын белгілеуге мүмкіндік береді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.